72 жастағы қария Қазақстанды жаяу жүріп өтпек. Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар бізде бар болғаны 1 минут бастайық. Атамыздың есімі Сәрсенбай Қотырашев, еңбек ардагері. Марафонды өзінің кіндік қаны тамған жері Қарағанды облысы Ұлытау ауылынан бастады. Ақсақалдың марафоны міне наурыз айында басталып, қарашаға дейін жалғасады. Осы уақытта еліміздің 17 облысын жүріп өтемін дейді Сәрсенбай ата. Ақсақал жол бағытымен де бөлісті. Бірінші кезекте Қызылорда, Түркістан, Шымкент, артынан Тараз, Алматы, Талдықорғанға жол тартпақшы. Марафонның атауы Ұлытауға бардың бі. 72 жасар ақсақалға елді шарлап шығу ойы аяқ асты келген жоқ. Марафонға 7 жыл дайындалған. Марафонның мақсаты бар. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қол өнершілермен кездесіп, Қарағанды облысында өтетін Көк Майса этнофестивалін насихаттау. Бұл Сәрсенбай ата. Түрін есте сақтап алыңыздар. Бір жерден көріп